Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін оқу қызметіміз қазақ тілі. Тақырыбы көктем. Қане балалар, бойымызды сергітіп алайық. Қуанамын мен де, қуанасың сен де. Қуанайық достарым, арайлап атқан күнге. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Какое сейчас время года? Қазір көктем мезгілі екен. Тамаша. Қане балалар, менімен бірге қайталап көктем айларын атаңдар. Наурыз, март, сәуір, апрель, мамыр, май. Қазір жылдың қай мезгілі? Какое сейчас время года? Көктем. Қане қайталаңдаршы балалар. Көктем. Дұрыс айтасыңдар, өте тамаша. Көктем мезгілінде қандай өзгерістер болады? Какие изменения произойдут весной? Қандай өзгерістер болады? Қар ериді. Қане айтайықшы балалар. Қар ериді. Снег тает. Жылы жақтан құстар ұшып келеді. Жылы жақтан құстар ұшып келеді. С теплой стороны прилетают птицы. Ағаштар бүршік жарады. Ағаштар бүршік жарады. Деревья распускают почки. Күн ұзарады. Күн ұзарады. Дни становится длиннее. Түн қысқарады. Түн қысқарады. Ночь сокращается. Адамдар жеңіл киінеді. Адамдар жеңіл киеді. Люди одеваются легко. Адамдар жеңіл киім киеді. Гүлдер шығады. Гүлдер шығады. Цветы выходят. Көктемгі гүлдер. Цветы весной. Бақ-бақ. Бақ-бақ. Одуванчик. Бәйшешек. Бәйшешек. Подснежник. Қызғалдақ. Қызғалдақ. Тюльпан. Қызғалдақ. Інжугүл. Інжугүл. Инжир. Балалар, қане біз шаршаған болармыз. Бойымызды сергітіп алайық. Теріп едік жемісін, сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Балалар, сендерге тапсырма. Бұл жерде 4 жыл мезгілі бейнеленген.
сол жыл мезгілдеріне сәйкес заттарды сызықпен қосамыз. Соедини изображения с временами года, соответствуй слении. Көңіл қойып тыңдағандарыңа рахмет, сау болыңдар.